Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін қол моторикасын дамыту туралы айтамыз. Қол моторикасын дамыту жұмыстарын ерте сәбилік шақтан бастаған дұрыс. Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас миымен байланысқан активті нүктелеріне әсер ете отырып массаж жасау керек. Ұсақ моториканы дамытудың маңыздылығы адамның бас миында саусақ қимылына және сөйлеуге жауап беретін орталықтар өте жақын орналасқан. Ұсақ моторикаға әсер ете және оны белсендіре отырып, көрші орналасқан сөйлеуге жауап беретін орталықты да дамыта аламыз. Мақсаты ата-аналарға ұсақ моториканы дамыту ойындарының маңыздылығын ұғындыру, баланы қызықтыруда және жаңа хабарларды игеруге көмектесуде, үйретуді, ойынмен алмастыру, алға қойған мақсатына жетуін, тапсырманы орындауда қиындыққа кездессе мойымауына үйрете отырып, аз мөлшердегі жетістіктеріне де бағалап, мадақтап қоюды да ұмытпау керек. Ұсақ моториканың қимылдары мен қолдың икемдігі бас миының құрылымының даму деңгейін көрсетеді. Осыдан келіп, қол қимылдарын басқара білу туады. Сондықтан ешқашанда баланы мәжбүрлеуге болмайды. Жалпы моториканың дамуының аздығы, соның ішінде қол қимылының аздық себебін зерттей келе, қазіргі заманғы барлық баланың жазуға дайын еместігі, немесе тілінің дамуында бір ақау бар екендігі анықталды. Осыдан келе мынадай қорытынды шығаруға болады. Егер тілінің дамуында ақау болса, онда бұл ұсақ моториканың мәселесі. Көп ата-ана қолдың икемі мен ұсақ моториканың даму деңгейінің төмендігін тек мектепке барарда ғана байқайды. Бұл балаға өте ауыр жүк. Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, икемге келмейтін саусақтармен, қарандашпен жазып үйрену керек. Кішкентай ғана сәбидің қалайтынын қозғалыс әлемді танудың мүмкіндігі. Яғни бала қозғалысының дәл және нақты болса, оның әлемді ақылмен тануы да терең бола түспек. Егер сіз бірінші сынып оқушысында жазу қиындық болмасын десеңіз, немесе 3 жастағы баланың тілінің дамуында ақау болмасын десеңіз, дамыту ойын жаттығуларын бала туғаннан соң 2 айдан кейін бастаңыз. Ұсақ моториканы дамыту әдістемесі мұндай жағдайда өте тиімді. Омыраудағы баланы саусақтарын уқалауға болады, жарым жастағы баламен саусақ ойындарын ойнау бастауға болады. Егер де сізге берілген ақпарат ұнаса, менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыз.